Қайырлы күн. Бүгін біз қалған үйренеміз. Бұл қалғанымыздың аты үкілі қыз деп аталады. Ендеше бастаймыз. Ең бірінші әніміздің қағысын бастап үйреніп алайық. Ол бізде қағысы төмен, төмен, жоғары, төмен, төмен, жоғары. Дәл осылай қағыспен ойналады. Кеттік. Ең бірінші бізде 4-те 5-ші перне. 4 астыңғы шекте және 5 үстіңгі шекте төмен бір қағыс. Келесі 5-те 5, төмен, жоғары. Келесі 7-те 5, төмен, төмен. Және 5-те 5, жоғары. Келесі бізде 4-те 5, төмен, төмен. 5-те 5, жоғары. Және 7-те 5, төмен, төмен, жоғары. Төмен, төмен, жоғары 6 қағыс. Келесі бізде 4-те 5, төмен. Және де 5-те 5 төмен, жоғары. Келесі 7-те 5 төмен, төмен. Және 4-те 5 жоғары. Қайттан 7-те 5 төмен, төмен, жоғары. Және 2-де 0. Яғни астыңғы шек 2, үсті 0. 6 қағыс. Келесі бізде 5-те 5, 6 қағыс. 4-те 5 төмен, төмен, жоғары 3 қағыс. Және 2. Және 0-де 0. Келесі 2. 0-де 0 3 рет. Және 2 келесі тағы 3 рет. Және 0-де 0 6 қағыс қағамыз. Дәл осыны басынан бастап 2-ші рет қайталаймыз. Яғни бұл бізде 1-ші, 2-ші қатары, 3-ші, 4-ші қатарға дәл осылай қайталайтын боламыз. Келесі бізде қайырмасы 0-де 0. Ашық 3 қағыс. Төмен, төмен, жоғары. Және 2, 3 рет. Қайтадан ашық 0, 3 рет. Қайтадан 2, 3 рет. Және ашық. Бұл жерде енді 4 рет тартамыз. Төмен, төмен, жоғары және төмен. Келесі бізде 5-те 5, 6 қағыс қағамыз. Келесі 4-те 5, 3 қағыс, төмен, төмен, жоғары. 2-де 0, төмен, төмен, жоғары. 0, 0-де 0, яғни ашық 3 рет. 2, 2-ші перне, тағы да 3 рет, төмен, төмен, жоғары. Және 0-де 0, 6 қағыс қағамыз. Осы қайырмасын тағы да дәл осылай қайталаймыз. Сонымен біздің әніміз аяқталады.